Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге орыс халқының 3 аю ертегісін айтып беремін. Бір баяғыда кішкентай қыз болыпты. Ол орманда келе жатып адасып қалыпты. Қарасаң, бір үй тұр екен. Сол үйге кіріп қараса, ояқта 3 тамақ тұр екен. Сөйтіп ол бірінші табақтан бір қасық жейді. Оған ұнамайды. Екінші табақтан да бір қасық жейді. Оған да ұнамайды. Кішкентай табақтан бір қасық жеп көрсе, ол оған ұнайды. Сөйтіп ол кішкентай табақтағы тамақты тауысып қояды. Енді ол орындыққа отырғысы келеді. Қараса 3 орындық тұр екен. Оны біріншісіне отырып көрсе, ол оған ыңғайсыз болады. Ал екіншісіне отырып көрсе, ол оған сәл биіктеу болады. Ал үшіншісіне отырып көрсе, ол оған ұнайды. Сөйтіп ол сол орындықта тербетіліп отырған кезде орындық сынып кетеді. Сөйтіп қыздың ұйқысы келеді. Ол келесі бөлмеге барып қарасам, 3 төсек тұр екен. Оның біріншісі үлкен, екіншісі орташа, үшіншісі кішкентай екен. Үлкеніне барып отырып көрсе, ол оған ыңғайсыз болады. Ал орташасына барып отырып көрсе, ол да оған ыңғайсыз болады. Сөйтіп, кішісіне барып жатып көрсе, ол оған ыңғайлы болады. Сөйтіп қыз ұйқыға кетеді. Көп ұзамай өздерінің үйлеріне 3 аю келеді. 3 аю үйлеріне келіп, ең үлкен аю, менің табағымнан бір қасықты кім жеді дейді. Сөйтіп екіншісі де, менің де табағымнан бір қасық жепті дейді. Ал үшіншісі, менің табағымдағы тамақты тауысып қойыпты дейді. Сөйтіп олардың орындықтарына отырғысы келеді. Олар орындықтарына отырмай тұрып, үлкен ай өзінің орындығына қараса, менің орындығыма кім отырған дейді. Екіншісі де, менің де орындығыма отырыпты дейді. Ал үшіншісі өзінің орындығына қараса, менің орындығымды тіпті сындырып тастапты дейді. Сөйтіп, олар ұйықтағысы келеді. Үлкен ай өзінің төсегіне қараса, менің төсегіме кім жатты дейді. Ортаншысы да, менің де төсегіме жатыпты дейді. Ал үшіншісі өзінің төсегіне қараса, қараңдар, менің төсегімде біреу жатыр деп таң қалады. Сөйтіп, кішісі, ұстаңдар дейді, деп айғайлайды. Сол айғайдан оянып кеткен кішкентай қыз 3 аюдан қорқып, ашық тұрған терезеден секіріп кетеді де қаша жөнеледі. Сөйтіп ол өз үйіне көп ұзамай аман есен жетеді. Егер де балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, менің каналыма жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.